Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталуға жақындап, америкалық әскерлер солтүстікке қарай сенімді түрде ілгерілеп жатқан кезде лейтенант Онода Лубанг аралында қоршауда қалды. Аса қиын жағдайға қарамастан, жас офицер антына адал болып тұтқынға берілуден бас тартып, 30 жыл бойы соғысты жалғастырды. Әрбір жапон сарбазы өлуге дайын еді, бірақ мен барлау офицері болдым және маған қандай жағдай болса да партизандық соғыс жүргізу туралы бұйрық берілген еді деп мойындады. Онода 2010 жылы АВС арнасына берген сұхбатында: «Егер мен бұл бұйрықты орындай алмасам, өзімді өте қатты ұятқа қалдырғандай сезінер едім» деп сұхбат берді. Соғыс аяқталған кезде Оноданың қол астында 3 сарбаз болған екен. Олардың бірі 1950 жылы берілді, екіншісі қайтыс болды, ал үшіншісі 1972 жылы Онода жасағы мезгіл-мезгіл шабуыл жасап отырған жергілікті тұрғындармен қақтығыс кезінде қаза тапты. Оноданың өзіне бірнеше рет берілу ұсынылса да, ол қаруын тастауға үзілді-кесілді қарсы болған. Кейінірек ол өзіне жіберілген жапон парламентарийлерін арандатушылар деп санағанын, ал джунглиден шығуға шақырған үнпарақтарды жаудың үгіт-насихаты деп қабылдағанын айтты. Бұл үнпарақтарда көптеген қателіктер болды, сондықтан оларды америкалықтар таратып жүр деп ойладым деген еді ол. Мүмкін, Хиро Онода өз соғысынан ешқашан оралмас та еді. Егер билік оның бұрынғы командирінен Филиппинге арнайы ұшып барып, табанды офицерге қаруын тастау туралы бұйрықты жеке өзі беруді сұрамағанда. 1974 жылдың наурыз айында Онода шамамен 30 жыл бойы ауыстырмаған, тозып жамалған әскери киіммен жапон туына әскери сәлем беріп, өз қылышын Филиппин президентіне табыс етті. Осылайша оның соғысы аяқталды. Филиппин билігі Оноданы кешірді. Бұл шешім Лубанг тұрғындарының наразылығын тудырды. Өйткені Онода оларға қарсы нағыз партизандық соғыс жүргізіп, қақтығыстар барысында 30 адамды өлтірген еді. Берілгеннен кейін бұрынғы офицер Бразилияға барып, онда ранчода еңбек етті. Кейін Жапонияға оралып, экстремалды жағдайларда өмір сүру курстарын ұйымдастырды. Соғыс аяқталғаннан кейін көптеген жапон сарбаздары шайқастарының шынымен тоқтағанына сенбей, джунглиден бірден шықпаған болатын. Алайда Онода олардың ішінде ең ұзақ уақыт бойы соғысын жалғастырғандардың бірі болды. 1974 жылдың желтоқсанында Индонезияның Маротай аралында Жапон армиясының тағы бір сарбазы Теруо Накамура кездейсоқ табылды. Алайда ол ешкіммен соғыспай, жалғыз өзі тыныш өмір сүріп, егін егіп жүрген еді. Накамура Тайвань тумасы болатын. Кейін сол жерге репатриацияланды. Токиода 91 жасында Жапония императорлық армиясының бұрынғы кіші лейтенанты Хиро Онода қайтыс болды. Ол екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына сенуден бас тартып, антына адал болып, Филиппиннің Лубанг аралындағы джунглиде тағы 29 жыл бойы жасырын өмір сүргенімен танымал болды. Тек 1974 жылы ғана арнайы Филиппинге ұшып келген бұрынғы командирі табанды сарбазды қаруын тастауға көндірді. Отанында оны нағыз батыр ретінде қарсы алды. Бұл оқиға адалдық па, әлде трагедия ма? Сен қалай ойлайсың? Пікірге комментарийға жаза кетіңіз. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.